Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3-ші сынып 67-ші сабақ. Зат есім. 9-ші жаттығу. Мәтіндерді оқып өзара салыстыр. Құмға салған сурет. Жұрттың баласы қат танып, сабақ оқығанда мұның қолынан бар келгені сұқ саусағымен құмға сурет салу. Болмаса қашау пышағын ала жүріп, тас пен ағаштан мүсін жасау. Бала, әкең қастей марқұм момын кісі еді, мынауың біз білмеген өнер екен, деді. Бір күні Әбілханның ағаштан жасаған мүсіндерін көрген Түргенбай ұста. Өнерді өрге бастыру үшін өмірді тану керек. Білімсіз адамның өрісі тар, құлашы қысқа, сурет салуға талабың бар екен, оқуың керек шығар балам, деген еді бірде ол. Осы сөз оның алтыннан бақыт шырағы болып жылтырады. Авторы Қадыр Саурұлы. Суретші ата. Шалкөденнің гүлінай, елге тартқан сыйындай. Ақындардың алыбы, мынау бір жан сүйінбай. Мына сурет жасымнан көзіме оттай басылған. Аман келді атамыз, алмас қылыш асынған. Күткен диқан ақсамай, мынау әсем бақшанай. Көз тартады кең жайлау, алаулайды қапшағай. Мынау тауды қашаған, батыр кенші жас адам. Өнерлі ата Әбілхан мұның бәрін жасаған. Авторы Нұрсұлтан Әлімқұлов. Ал енді балалар, тапсырма орындаймыз. Мәтіндерде кім туралы айтылған? Балалар, екі мәтінде де суретші Әбілхан Қастеев туралы айтылған. Мәтіндерді көркем шығарма түрінде ажырат. Бірінші мәтін әңгіме, қара сөз түрінде жазылған. Ондай шығармалар прозалық шығармалар деп аталады. Ал екінші мәтін ол бізде өлең. Ондай шығармалар поэзиялық деп аталады. Мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын тауып көр. Мәтіндердің ұқсастығы ортақ тақырыптары. Айырмашылығы бірі әңгіме түрінде, ал екіншісі өлең түрінде жазылған. Келесі, суретші ата мәтінінен зат есімдерді теріп жаз. Қайсысы жалпы есім, қайсысы жалқы есім екенін айтыңдар. Балалар, жалпы есім дегеніміз бұл заттар мен құбылыстардың атауы, ал жалқы есім дегеніміз бұл жер, су, адамдардың атаулары екен. Ал енді біз оқыған өлеңдегі жалпы есім мен жалқы есімдерді ажыратып жасайық. Жалпы есімдер: ел, гүл, сый, ақын, сурет, көз, от, қылыш, диқан, самай, бақша, жайлау, адам, ата. Жалқы есімдер: Шалкөде, Біржан, Сүйінбай, Амангелді, Қапшағай, Әбілхан. Келесі 10-шы жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Мүсін әртүрлі тәсілмен жасалады. Мүсіннің бедерін шығаруда жұмсақ, сазбалшық пайдаланылады. Қатты затты кертіп те бедер жасауға болады. Мәтінді көшіріп жазамыз балалар. Зат есімдерді тап, олардың үстіне з, е деп белгілеңдер дейді. Ал енді мәтіндегі зат есімдерді тауып көрейік. Мүсін не сұрағына жауап беріп зат есім болады. Бедерін не зат есім болады. Сазбалшық не зат есім. Бедер не зат есім болады. Затты не зат есім болады. Яғни балалар, зат есім не деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді зат есім дейміз. Осылайша үстіне з, е деген белгімен жазып кетеміз. Келесі сұрақ. Мүсін сөзінің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Балалар, мүсін сөзінің айтылуы мүсін, жазылуы мүсін. Яғни дыбысы болып естілгенімен жазылғанда болып жазылады екен. Келесі жаттығу 11-ші жаттығу. Сызбаға қарап жалқы және жалпы есім туралы қорытынды жаса. Жалпы есім: әнші. Жалқы есім: Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Әлібек Дінішев. Жалпы есім: күйші. Жалқы есім: Құрманғазы, Дина Дәулеткерей. Жалпы есім: мүсінші. Жалқы есім: Бақытжан Әбішев, Хакімжан Наурызбаев, Ескен Сергебаев. Яғни балалар, жалпы есім дегеніміз заттар мен құбылыстардың
ортақ атауы. Ал жалқы есім дегеніміз жер, су аттары, газет, журнал атаулары мен адамның аттары. Келесі зат есімдерді жалқы, жалпы, жекеше, көпше түрлеріне ажырат. Әр сөздің қандай сұрақтарға жауап беріп тұрғанын айт және ойыңмен бөліс дейді. Берілген сөздер: мұражай, экспонаттар, мүсінші, кілемдер, төсеніш, портрет, Әбілхан Қастеев. Ал енді осы сөздерді ажыратайық. Мұражай не деген сұраққа жауап беріп, жалпы есім жекеше түрде болып тұр. Экспонаттар нелер деген сұраққа жауап беріп, жалпы есім көпше түрде болып тұр. Ал мүсінші кім деген сұраққа жауап беріп, жалпы есім жекеше түрде. Кілемдер нелер жалпы есім көпше түрде. Төсеніш не деген сұраққа жауап беріп, жалпы есім жекеше түрде болып тұр. Портрет не деген сұраққа жауап беріп, жалпы есім жекеше түрде болып тұр. Әбілхан Қастеев кім деген сұраққа жауап беріп, жалқы есім жекеше түрде болып тұр. Осылайша біз талдадық балалар. Енді осылай жазып аламыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды балалар. Сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңа таратуды ұмытпаңдар. Және де каналға тіркелмеген болсаңдар, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта көріскенше сау болыңдар.